Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді панкейк дайындаймыз. Бізге керегі 2 жұмыртқа, 60 грамм құмшекер, 60 грамм ұн қажет. Жұмыртқамыздың ағын сарысынан бөліп аламыз. Жұмыртқамыздың сарысына сүтті құйып араластырамыз. Үстінен ұнымызды салып, 2 бөлікке бөліп, салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқамыздың ағына шым-шым тұз салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Құмшекерімізді 2 бөлікке бөліп, сала отырып миксерлейміз. Бізде осындай аппақ масса шығады. Үстінен салып, барлығын бір келкі етіп араластырамыз. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаймыз. Қызып тұрған табамызға майымызды кішкене жағып, үстінен 2 қасықтан саламыз. Бізде осындай тесіктер пайда болады. Осылай тесік болған кезде келесі бетіне аударамыз. Өте жай отта пісіреміз. Бізде осылай болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.